Суреттегі бұл қыз қарамаққа жуас әрі көрікті болып көрінгенмен, ол ғашықтар мерекесі күні жігітін қатыгездікпен өлтіріп, тіпті денесін 6 бөлікке бөліп сасып кетуінен сақтану үшін тұз сүйеп темір сандыққа салып тастаған. Ендеше үлбіреп тұрған жап-жас бұл қыз қалайша соншалық қатыгез қадамдарға баралған? Ал бұл әңгімені 1999 жылғы 2 айдың 14 күнінен бастауға тура келеді. Сол күні ғашықтар мерекесі болғандықтан Шанган көшелерінде қол ұстасып қолтықтасқан ғашықтардың қарасы көбейіп, барлығы махаббат бесігінде тербеліп жүргенде, Шанган қаласы Дүнмін районының сақшылары Жан Вейвен деген біреудің жоғалған жайлы мәлімет тапсырып алады. Сондықтан сақшылар дереу аттанысқа келіп, Жан Вейвеннің үйіне келіп, есігін ұзақ қаққандарымен ешкім ашпай амалсыз қалған сақшылар есікті бұзып ішке кіргенде үйдің едендерінің қанға боялып, үй ішінің шашылып жатқанын, әрі бір құлып тауылып тұрған темір сандықты байқаған. Содан сақшылар сандық ішінде не бар екен деген оймен сандықтың құлпын бұзып ашып қалғанда, сандық ішінде қанға боялып жатқан бір жігіттің өлігі бар болып, оның оң қолы мен оң аяқ қасында жоқ екенде, сақшылар кейін оларды жақын маңдағы қоқсық сандықтарынан тауып алған. Әрі тексеру арқылы өлушінің дәл үй иесі Жан Вейвен екенін тұрақтандырған. Бұл Жан Вейвен деген жігіт жергілікті орындағы содыр болып, оның 19 жасқа келген Ибоун деген махаббаты бар екенде, Ибоун әдемі әрі түрлі жақтарда нәтижесі үздік болғандықтан, көптеген адамдар Жан Вейвен оның тең емес деп қарап келген. Ал екеуінің таныстығы кезінде бір кит үйден басталған болып, Ибоун оқып жүрген кезінде көңіл көтеру үшін дос екеуі бір кит үйге келіп ойнағанда, осы кит үйде істейтін Жан Вейвен оларды көріп қалып, Ибоунның әдемі көркі бірден жүрегін жаулап алғандықтан, содан бастап Жан Вейвен Ибоунның қыр соңынан қалмай сөз салғанымен, Ибоун оған қосылмай тек дос болуы талдыған. Бірақ қыз бен жігіт арасында достық болмайды дегендей, Жан Вейвен барынша амалдап араларындағы достықты махаббатқа жалғау үшін бірталай бодау бергенімен де түкте өнбей, ақыры амалы таусылған соң бір күні Ибоунды үйіне алдап шақырып аяқ асты етіп тастаған. Осылайдан қорлық көрген қыз бұны сақшыларға мәлімдеудің орнына Жан Вейвеннің тәтті сөзіне алданып, ақыр аяғында Жан Вейвеннің қызы болуға мақұлдығын беріпті. Бірақ дәл осы уақиға жылдардың аузынан Ибоунның басқа біреумен жүрген естіген Жан Вейвен үйіне оралған соң Ибоунды соққының астына алып, пәлен жылдан бері төзіп келе жатқан Ибоун бұл жолы қарсылық көрсету үшін қолына ілінген пышақты ала-сала сілтеп қалғанда, пышақ Жан Вейвеннің жан жеріне кіріп, нақ майданда құлап, өзін-өзі ұстай алмаған Ибоун тоқтаусыз Жан Вейвенді ары пышақтап, бері пышақтап, айызы қанғанда барып есі жиылып, адам өлтіріп қойғаны сезінген. Бірақ болар іс болған соң қайтерін білмей сасқалақтаған Ибоун алғаш сақшыға мәлімдеуді ойлағанымен, қызын жетім қалдырғысы келмей Жан Вейвеннің өлігін бір жайлы етуге кірісіп, бір темір сандыққа салмақ болғанымен, Жан Вейвен денелі болған соң сандыққа сыймай қойғандықтан, Ибоун оның өлігін 6 бөлікке бөліп барып сандыққа салып, тағы да сыймаған қол аяғын қалтаға салып қоқсық сандыққа тастай салыпты. Әрі ертесі дереу ізін суытып, 2 айдың 14 күні мәлімдеу тапсырып алған сақшылар Жан Вейвеннің өлігін тауып алған соң, бірден Ибоуннан күмәнданып, 2 айдың 26 күні қашып жүрген Ибоун қолға түскен. Әр сұрақ кезінде Ибоун сол кезде өзімді қорғау үшін солай істегем, әтелеп қастап өлтірмедім. Әрі барлығы жазатайым жағдай деп ақталғандықтан, соңында сот үкімі бойынша қастап адам өлтіру қылмысы бойынша емес, қайта жазатайым адам өлтіру қылмысымен қылмысын жасыру бойынша айыпталып, 10 жылдық қамау жазасына үкім етіліпті. Бірақ трагедия бұнымен ғана аяқталған жоқ. Олардың қызы 4 жасында өз-өзімен шешесінің әкесін өлтіргенін, шешесінің түрмеге түскенін көргендіктен, жастайынан жетімханада елшетіп, есегінде қоғамдағы дұрыс емес адамдармен араласып, оқудан да шегініп, 20 жасында есірткі сату қылмысымен 5 жылға сотталыпты. Осылайдан Ибоунның кезінде жасаған бір қателігі өзінде баласында ойрандап, алаңсыз көңілді өтетін жастық шақтары трагедияларға толған екен.